Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге салаттың ішіне баклажанды қалай дұрыс қуырылу жолымен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептін көбісі мастер-класстарда сатып жатыр. Ет қосып дайындайтын рецепт, яғни мен бірақ ет қоспадым. Қазір жаздың кезі болғандықтан жеңіл ғана салат жасадым. Бұл жерде ең бастысы баклажанның салатқа дұрыс қуырылу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен баклажандарымызды осылай төрт бүріш етіп турап аламыз. Сыртын ашып тастауды ұмытпаңыздар. Азырақ тұз салып, су құйып, суға батырып қоятын боламыз. Дәл осылай 10 минут қалдыратын боламыз. Судан алған соң осылай салфетканың көмегімен кептіріп алатын боламыз. 2-3 мәрте ауыстырып, яғни баклажандарымыз толығымен кеуі керек, яғни мүлдем суы қалмауы қажет. Толық кеуіп шығам дегенше мен 2 мәрте немесе 3 мәрте салфеткасына ауыстырып, қайта кептіріп алдым. Толық кеуіп алған баклажандарымызды осылай 1 қасық немесе 1,5 ас қасықта крахмалмен жақсылап араластырып алатын боламыз. Крахмалдың қандайын қолдануларыңыз ол маңызды емес. Кукурузный болсын, картофельный болсын, ол мүлде маңызды емес. Жақсылап крахмалға батырып малып алған соң, қызып тұрған майда жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын, өйткені менің арнамда алдағы уақытта күнделікті жаңа видео рецепт шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Баклажандарымыз осылай қызарып піскен соң дайын болды деген сөз. Ендігі кезекте бөлек ыдысымызға дәл баклажанның көлемінде туралған, яғни үлкен 4 бүріш етіп туралған помидорымызды, қиярымызды салып, қуырылған баклажандарымызды салып, соевый соус құямыз. Соевый соус құйсаңыздар өте дәмі ерекше, керемет болып шығады. Сосын соевый соус құйған соң алдымен араластырып тұзын тексеріп алыңыздар. Соевый соус өте тұзды болғандықтан, тұзды аз ғана мөлшерде қосқандарыңыз жөн. Содан кейін қызыл бұрыш, осылай свежий укроп қоссаңыздар, өте дәмі тіл үйретіндей болып шығады. Байқап тұрған болсаңыздар, мен аз ғана көлемде дайындадым. Сіздер үлкен көлемде, яғни қонақ күткен кезде дайындасаңыздар да, өте қонақты абыроймен шығарып салуға көмектесетін өте дәмді салат. Бұл салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Осымен біздің салатымыз дайын, ас болсын.